соңғы аят. Уәләм. Тағы да не келіп тұр? Изғар. Яғни мимге қатысты изғар да. Қазақ тілімен айтқанда мимге қатысты изғар. Одан кейін келесі. Яку, яку, яку. Яку дегенге одан кейін нун әріп келіп тұр ма? Нун әріп келіп тұрғанда біз осы жерде бізде уже үстіне дым жоқ па? Ешқандай белгі жоқ болса, уже түсінікті, ол бізде не болады? Яғни ол идғам екен, кіріп кету деген нәрсе болады. Идғам немесе ол ихфа екен, түсінесіз уже. Яғни лямды не істейміз? Шадалаймыз. Валям якул жоқ. Якуллаху, якуллаху. Не істейміз? Сразу кіріп кетеміз. Асығып кіріп кетеміз. Валям якуллаху. Лаху созамыз. Неге? Себебі мына жерде бізде мәд сила суғыра келіп тұр. Оны үкімі екке созамыз. Яғни хә әріп дамалы немесе касралы болса, оның алдында әріпте харакат бар болса, және кейін әріп, яғни хамзадан бөлек әріптер келсе, ол бізде мәд сила суғыра болады. Тек бізде хамза келсе, ол кубралы болады. Мына жерде мәд сила суғыра. Валям якуллаху куф. Енді тағы да қандай қате жасайды дейікші. Куфу. Негізі ана жерде ва деген әріп бар ғой. Не істейді? Куфуан дейді. Куфуан дейді. Негізі ван ол жерде. Куфу осылай. Бөлек оқысаңыз буындап болады. Куфуан. Изғар. Сосын ахада. Хамза не істейміз? Лақтырамыз. Ахада, хамза. Дәл әріп. Енді дәл әріп бізде қандай мына жерде, яғни қалқала сипаты бар. Негізі ол дәл әріпте өте бізде сипаттар көп, 5 сипаты бар бойында. Бірақ бізде қазір дыбыс шығару үшін бізде дәл әріп бар. Ахад десе проблема, мен мақраж шығарып жатырмын, бірақ оны нақты дыбыс шығару үшін маған не керек ояққа? Сипат керек. Қандай? Қалқала, қарама-қайшылығы жоқ сипат деген нәрсе. Ахада. Осылай мен дыбысын ақысын бере алам. Валям якуллаху куфуан ахада. Хан әріп ахада емес ахада.